Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында лағман дайындайтын боламыз. Лағманымыз ерекше дәмді болу үшін ең алдымен етімізді маринадтап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, жүгері крахмалы, соевый соус және де күнбағыс майы қажет болады. Етімізді жұқалап тұруға ыңғайлы болу үшін оны сәл қатаңқыраған күйінде турау керек. Қалыңдығы шамамен видеодағыдай болу керек. Етті турап дайындап алғаннан кейін маринадқа кірісеміз. Маринадтың маңыздылығы барлық ингредиенттерді бір-бірден және біртіндеп енгізу. Ең алдымен жұмыртқамызды таза ыдысымызға салып, жақсылап араластырып алған соң барып етімізге қосамыз. Жұмыртқамызды қосқаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырып, оның үстінен соя соусын қосып, тағы да араластырамыз. Келесі шымшым тұз бен жүгері крахмалын қосып араластырып аламыз. Ең соңында күнбағыс майын құйып араластырамыз. Енді маринадымызды шамамен жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң қызып тұрған майымызға етімізді қуырып аламыз. Лагманға керекті заттардың барлығын мен алдын ала дайындап алдым. Бізге қызыл бұрыш, 40 қабат, картоп, пияз және 2 тісше чеснок қажет болады. Чесногымызды ұсақтап тураймыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер, себебі еттеріңіз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Етімізді біраз пісіріп алғаннан кейін оттың астын ұлғайтып, көкөністерімізді сала бастаймыз. Ең алдымен сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Сарымсағымызды қуырып алғаннан кейін 1 ас қасық томат пастасын және су қосып араластырамыз. Келесі картопымызды қосып 10-15 минут аралығында пісіріп алғаннан кейін барып, қызыл бұрыш пен 40 қабатты қосамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін дәміне қарай тұз, аздап қант және бұрыш қосамыз. Мен бұл жерде лагманға арналған басқа да дәмдеуіштерді қоспадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Ал енді орташа отқа қойып, бетін жауып, пісіріп аламыз. Лагманымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Әсіресе еті өте жұмсақ. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий ұмытпаңыздар.